Ассалаумағалейкум, менің атым Алтынбек Рахымберді, Қазақ Плюс арнасына қош келдіңіздер. Мен сіздерге ЕСП дегеніміз не, оны не үшін төлейміз, және оны қандай тәсілмен қалай төлеу керек екенін сіздерге көрсетем, мұқият қарап алыңыздар. Каспий Голд әр адамда бар. Каспий Голдқа Каспий Кзетке кіреміз. Каспий Кзетке кіремізді, платеж деген бар. Сол платеж дегенге барамыз. Басқаннан кейін поиск деген шығады. Поискке ЕСП деп жазамыз. Міне, осыны басқан кезде место регистрация дейді. Соны басамыз. Ауылдық жерде тұратын болсаңыз, село деген таңдайсыз. Қалалы жерде тұратын болсаңыз, город деген таңдайсыз. Біз ауылдық жерді таңдайық енді. Одан кейін екінші апрель дейді, сәуір айына төлей аламыз. Одан кейін ин. Өзіңіздің иніңізді жазасыз. Сосын продолжить дегенді басасыз. Оны басқаннан кейін сізге қабылданды, бір күннен кейін жауап келеді деп SMS көрінеді. Міне мен сіздерге ЕСП-ны Каспий KZ бағдарламасынан қалай төлеу керек екенін көрсеттім. Телефоным простой, интернетке кірмейді дейтін адамдар үшін мен описанияға төменге жазам. SMS-ті қалай жіберу керек екені. Сол бойынша өтінім бересіздер. Және тағы бір ескере кететін дүние, сіз өтініш беретін кезде міндетті түрде сіздің өзіңіздің жеке атыңызға тіркелген банктың карточкасы болу керек. Онсыз мүмкін емес. Ақшаны қайда жібереді? Ешқайда жібере алмайды. Жіберу үшін өзіңіздің атыңызда болу керек. Ал басқа адамның атындағы карточканы жіберуге болмайды. Мошенниктер болуы мүмкін. Алдап кетіп қаупі болғандықтан оған тыйым салынған. Өтініш бермегендер болса, менің осы айтқандарымды ескеріп, өтініш беретін болсаңыздар, Алла қаласа, сіздерге де жәрдемақы келеді деген үміттемін. ЕСП дегеніміз не, оны не үшін төлейміз, және оны өтініштің алдында төлейміз ба, соңында төлейміз ба деген сұрақтарға жауап бергім келіп отыр. Себебі ЕСП-ны төлейміз ба, мен өтініш бергеннен кейін төлеп едім, ЕСП төледім, енді өтініш берейін ба деген көптеген сұрақтар маған жекеме келіп жатыр. Және пікір алаңдарына да жазып жатыр. Енді соған байланысты осы видеоны түсіруді шештім. Енді қараңыз, төтенше жағдайға байланысты ЕСП бір рет төлеу, солны төлеу арқылы 42.500 теңгені алу мүмкіндігін біздің мемлекетіміз қарастырып отыр. Енді ЕСП-ны не үшін төлейміз деген адамдарға сіздің төлейтін ЕСП-ңыз өтінішті алу үшін қажет. Ал сол сіздің төленген өтінішіңіз ауылды аймақтарда 1300, ал қалалы жерлерде 2600 теңгеден жоғары. Соған байланысты ол қайда кетеді? Ол 4 бағыт бойынша бөлінеді. Бірінші бюджетке, екінші әлеуметтік аударымдарға, үшінші зейнетақы қорына, төртінші міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға түседі. Бұл сіз үшін пайдалы, қандай жағдай болса да. Қызметте істейтін адамдар үшін ол ай сайын түсіп отырады. Бұл ЕСП-ны төлейтін адамдар арнайы тіркеуде жоқ, өзін жұмыспен қамтып отырған самозанятие адамдар. Бұлайша айтқан кезде, ал арнайы мекемелерде тіркеліп, ай сайын жаңағы зейнетақы қорына, медициналық сақтандыруға төленіп жатқан болса, ол кісілер төлемейді. Ал енді осыны қай кезде төлейміз? Бірінші, ЕСП-ны төлеп аламыз. Төлегеннен кейін сізге ескерту шығады. Келесі күні түседі, немесе 3 күннен кейін түседі деп. Енді қараңыздар, арнайы мамандардың айтуы бойынша бірінші өтініш бермей тұрып ЕСП-ны төлеп аламыз. ЕСП-ны төлегеннен кейін, ЕСП дегеніміз единый совокупный платеж деген. Ұзартқан кезде. Бірыңғай жинақтық қор қазақшасы. Енді соны төлегеннен кейін, бүгін төледіңіз ба? Ертесі күні сіз 42.500 теңгеге өтінішті бере аласыз. Одан кейін барып, бергеніңіз дұрыс, тәртібі солай. Ал егер бірінші кезекте өтінішті беріп алып, 2-3 күннен кейін ЕСП төлеу керек екенін естіп, немесе есіңізге түсіп, ЕСП төлейтін болсаңыз, онда кешіріп қойыңыз, сіз үшін әлеуметтік жәрдемақы тағайындалмауы мүмкін. Себебі бірінші ЕСП-ны төлеуіңіз керек. Көптеген адамдарға отказ, яғни сізге тағайындалмайды деп келіп жатса, онда сіздің
ЕСП-ны төлемеуіңізден болуы әбден мүмкін. Немесе мемлекеттік қызметте істейтін адамдарға 42.500 теңге жәрдемақы тағайындалмайды, себебі олар онлайн түрде жұмыс істеп жатыр. Сондай-ақ арнайы бір жәрдемақыларды алатын адамдарды бұл жәрдемақыны ала алмайды. Бұл төтенше жағдайға байланысты 16 наурыздан кейін жұмыстан шығып қалған, немесе жұмысы тоқтап қалған, ақысыз демалысқа кеткен адамдар үшін жәрдем ақы. Басында айтқан сөзімді тағы да қайталаймын. Егер сіз әлі өтініш бермеген болсаңыз, өтінішті беруге асықпаңыз. Бірінші ЕСП төлеңіз, одан кейін келесі күні өтінішіңізді жіберіңіз. Және таңдаған кезде де работник самозанятие деген бөлім бар. Екеуін шатастырып алмаңыз. Работник болатын болсаңыз, жалдамалы жұмыскер болатын болсаңыз, сіз работник деген таңдайсыз. Жұмыс орныңыздың бейнін белгілейсіз. Содан кейін бар өзіңіздің құжаттарыңызды рәсімдейсіз. Ал самозанятие адамдар болатын болса, самозанятие дегенді басады, жұмыстың бейнін термейді, тек өзіне байланысты құжаттарды теріп жазып, одан кейін өтінішті жібереді. Өтінішті жібергеннен кейін сабыр сақтап күтіңіз. Егер сізге расымен де тағайындау керек болатын болса, сізге міндетті түрде SMS келеді. Жіберіледі немесе жіберілмейді деген. Сіздермен бірге болған мен Алтынбек Рахымберді, Қазақ білсін арнасы сіздің назарыңызда болсын. Каналға жазылуды ұмытпаңыз, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.